Бүгінгі саннан көретіндеріңіз, мәжілістің төрағасы Ерлан Қошанов бүгін ашулы. Сөйлегенде былай мәдениетте сақтайық. Премьер-министрға сәлем айту артықтау болады деп ойлаймын. Алматы облысы Іле ауданының әкімі Қайыржан Жақсымбетов неткен тәкаппар еді. Қайыржан Серікбайұлы, бізді қашан қабылдайсыз өзіңізге? Мен айттым ғой сізге. Бір ғана сұрақ, кетеміз. Аманат партиясының депутаттары қарапайым адамдарды жиналысқа кіргізбейді екен. Бұл неткен құпия жиын деймін да. Вы что-то антинародное обсуждаете? Нет, вы не были просто в числе приглашенных. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым, Назарда Жан Ахмадиев. Сіздер маған H2 магний водород дәрісі жайлы көптеген хаттар жазып жатырсыздар. Білемін. Сенесіздер ме? Осы дәріні мен айтқаннан кейін көрермендерімнің біразы дәрігер Индира қыздарыңыздан сатып алып ішіп көрген. Нәтижелері керемет. Қазір енді мінекей мен 2,5 айда қолдандым. Сахарым бұрын 17-18 еді, қазір 7-8, 9-ға дейін түсті. Енді давлением де кішкене түсті. Кішкене ентігуші едік, ол да кішкене басылды. Жалпы енді бұл магний водородтың емдік қасиеті өте жоғары. Барлық ауруға ем екеніне көзіміз жетті. Мен өз басымның көзім жетті. Геморрой болған. Геморройға кезінде 10 клиника операция жасатқан. Менің күнделік ішім қатып қалады. Мен постоянно сена шөлін ішіп жүретін. Аллаға шүкір, қазір столда регулировка келді. Менің ішім қазір қатпайды. Бұл продукцияға келген себебім аяғыма келдім бірінші очередь. Панкратит. Асқазаным түнде мен нан жеп жатсам, обязательно оны құсатымын. Шай, көк шай ішіп сөйтіп жататымын. Қазір мен панкратитім кетті. Аяғым жақсы, 7-те шығып, кіріп жүре аламын. Өте жақсы, көп жаяу жүремін. Бұл дәрі бірінші қан қысымын, яғни давлениені қалыпқа келтіреді. Инфаркт, инсульт, аутизм, өттегі және бүйректегі тас, псориаз, аяқтағы тамырлар ісініп кететін варикоз, судороги, яғни дірілдеу, артрозды, паркинсон мен эпилепсияға да көмектеседі. Сонымен қатар H2 химиядан кейін иммунитетті де көтереді. Бағасы да қол жетімді, небәрі 33.600 теңге тұрады. Алып ішіп көріңіздер, емделіңіздер, денсаулыққа қараңыздар. Ол үшін төменде жазылып тұрған 8747 666 0630 нөміріне хабарласыңыздар, немесе WhatsAppқа жазыңыздар. Индира есімді дәрігер қыздарыңыз сіздерге консультация беріп, бәрін түсіндіреді. Құрметті көрермен, подделкаға ұрынып қалмаңыздаршы. Дәріні көшеде сатып жүрген таныстарыңыздан немесе қолдан алмаңыздар. Ем болсын. Кейде ойлаймын, осы H2 дәрісін мәжіліс төрағасы Ерлан Қошановқа да ішу керек сияқты. Себебі соңғы уақытта біздің депутаттар оны жиі ашуландыратын болыпты. Мысалға, Бақытжан Базарбек кімнің қай жерге түшіп кеткенін наурыз көрсетеді деп ауыр сөйлеген үшін Қошановтан сөз естіді. Қазақта бір нақыл сөз бар. Кімнің қай жерге түшіп кеткенін наурыз көрсетеді дейді. Мынау қазанда үкімет өзінің бюджетін атқарылу бойынша есепке келеді. Сол жерде кімнің қай жерде түсіп кеткенін, кімге қанша жеңілдік бергенін, сол жеңілдіктің арқасында қанша шығын, бюджетке қанша түспей қалды, қанша орындалмай қалды, ұлттық қорға қанша кіреміз тағы да қанша сомаға, сонда ғана анықталады. Сондықтан мен жеке басым заңгер ретінде, одномандатник ретінде үкіметпен тығыз жұмыс жүргізуге дайынмын. Мен ұсынысымызды қабылдасаңыз да болды. Рахмет. Сөйлегенде былай мәдениетте сақтайық. Бұл енді ресми жиын, парламент қабырғасы. Түсінеміз қысып сөйлегеніңізді. Бірақ мәдениет сақтау керек. Бақытжан Тоқтабет артынша депутат Ерлан Сайыров Жұманға ренген наез жасап, премьер-министрге сәлем айт деп сақ ете қалғаны бар емес пе? Я считаю, что есть определенное лоббирование крупного капитала. Поэтому, Серик Макарович, у меня очень большая просьба повлиять на ваших подчиненных и передать привет премьер-министру. Таким образом работать нельзя. Сайыровтың сандырағы Қошановқа мүлдем ұнамаған сияқты. Мәжіліс төрағасы бұл сәтті де ескертусіз қалдырмады. Жаңағы әріптесіміз депутат Сайыровтың сөзі бойынша премьер-министрға сәлем айту артықтау болады деп ойлаймын. Тиісті министрлік егер жаңа орынбасар жауап бере алмаса, осы залға шақырып
жаңағы сіз айтқан мәселелер бойынша біз тыңдауға ондай құқығымыз бар. Сондықтан осыны болашақта ескеріңіз. Міне, біздің мәжілістің жиындары осындай. Ал кейбір жиналыстар тіпті құпия түрде өтеді екен. Мистика дейсің ғой. Ол жаққа қарапайым қазақтарды жолатпайды. Алайда бір журналист Аманат партиясының өкілдері кездескен кездесуге баса көктеп кіріп барған екен. Вы что-то антинародное обсуждаете? Нет, вы не были просто в числе приглашенных. У нас во фракцию входят люди, которые... А меня приглашать не надо, я сам могу приходить. Нет, у нас фракция, которая избрана. Внутрипартийное собрание, член партии Аманат. Мне интересно, чем занимается партия Аманат. Вот если интересно, чем занимается партия Аманат, есть общественная приемная, установленном в законном порядке. А как не придешь в общественную приемную, так Бадиной там нет на месте? А раза 3 приходил, не было. Вот, наконец-то, я хотел посмотреть, поприсутствовать. Подождите, потом. Где подождать? Ну, за дверью? Ну, за дверью подождите. То есть вы хотите, то есть партия, депутаты Аманата меня хотят выставить за дверь, я общественник. Не утрируйте. Ну, вы сами сказали, выйти за дверь. Конечно, потому что нам надо решить организационные вопросы, все. Вы организовываетесь против кого? Внутри против партии, общества? Внутри фракции у нас организационный вопрос. Вы общественное объединение и работаете для общества? Да мы не против, мы для него и работаем. В чем проблема, если я послушаю, о чем вы тут говорите? Давайте тогда включим вопрос, чтобы данный гражданин, мы его допустим или не допустим, проголосуем и все. Қазаққа түк пайдасы жоқ аманаттықтар жиналыста не айтады екен деп ойлаймын ше. Бұлар кейде өздерін құдды бір құдайдың құлағын ұстағандай сезінетіндеріне таң қаламын ше. Оған мысал Алматы облысы Іле ауданының әкімі Қайыржан Жақсымбетовтың тәкаппарлығы. Сәлеметсіз? Қайыржан Серікбайұлы, бір ғана сұрақ, одан кейін мазаламаймыз. Қайыржан Серікбайұлы, бірақ қана сұрақ, одан кейін кетеміз. Жоқ. Неге? Мен жауап берейінші. Арманмен біз келіскенбіз. Арнайы график ұйымдастырамыз деді. Қайыржан Серікбайұлы, бізді қашан қабылдайсыз өзіңізге? Мен айттым ғой сізге. Бір ғана сұрақ, кетеміз. Бізге ешкім айтқан жоқ, сол үшін сізге кеп тұрмыз. Тоқтай тұрыңыз, мынау сонда не? Мынау сонда не? Тоқтай тұрыңыз. Міне, Арман қайда? Қайыржан Серікбайұлы, бір ғана сұрақ, қашан кездесеміз? Тоқтай тұрыңыз, міне. Одан кетеміз біз. Міне қараңыз. Сіз айтыңызшы, Қайыржан Серікбайұлы. Өйткені қаншама халықтың сұрағы бар. Кадрлардан журналисттің шенеуніктен сұраққа жауап беруін сұрағанын байқауға болады. Алайда әкім жауап бермей көлігіне мініп кетіп қалған. Іле ауданы әкімдігінің мәліметінше шенеунік ол күні облыс әкімімен кездесуге асыққан. Наурыз мейрамына қатысқан әкімнің жұмыс кестесі өте қарбалас болыпты. 5 минутта бос уақыты болған жоқ дейді. Міне, қарапайым қазақтан гөрі бастығының дәрежесін жоғары қоятын әкімдеріміз осындай. Бұған не дейсіздер? Төменде пікір жазуды ұмытпаңыздар және арнаға да жазылып қойыңыздар. Бүгінгі айтарым осы. Қасқыр мінез қазағым. Жаса қазақ.